Асхана әлеміне қош келдіңіз, қадірлі көрермен. Бүгін мен кезекті видеомда сіздерге үйде қалай тәтті, дәмді, керемет нан пісіруге болатынын көрсетемін. Оп-оңай, жақсылап елесеңіз болды. Ашытқыны міндетті түрде тексеріп қоямыз алдын ала. Оның бәрін қазір видео барысында көретін боласыздар. Бір ойда жоқ жерден бір кісілер қонаққа келетін болды да, соларға бір магазинде болмайтын, үйде піскен бір дәмді, хош иісі шығып тұратын нан пісіріп қарсы алайыншы деп, соған дайындық жасап жатырмын. Сіздер де менімен бірге болыңыздар. Бастаймыз. Міне бүгінге керек заттарым менің әдеттегідей міне 1500 грамм, 5-6 қасық сұйық май, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және 1 шай қасық кептірілген ашытқы. Ең бастысы 250 мл су, жылы су. Жылы суға илейтін боламыз. Суымызды құямыз. Тұз. Қант. Ашытқы. Бәрін жақсылап араластырып қоямыз. Тұз бен қант еру керек. Ашытқымыз онсыз да ериді, суға түскесін. Және 1-2 минут күтеміз. Ашытқымыз көтерілу керек. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, ашытқымыз бетіне көтеріле бастады. Ол ашытқының жақсы жұмыс істеп жатқандығының дәлелі. Енді біздің мына жерде жұмыртқамыз бар. Біз бұл жұмыртқаның сарысын әдемілеп алып қаламыз да, тек ағын ғана құямыз. Сарысы бұл нанымыздың бетіне жаққанға керек. Сондықтан ағын босқа қалмасын деп құйып жібереміз қамырымызға. Негізінде бұл жұмыртқа жоқ болса, жұмыртқаны қоспай қойсаңыздар да болады. Және мынандай 5 ас қасық сұйық май қосып жібереміз. Сұйық май қосқыңыз келмесе, бір 20-30 грамм сары май, немесе 40-50 грамм маргарин қосып жіберсеңіз де дәмі жақсы болады. Оның айырмашылығы сәл-ақ, әрине сары маймен дәмдірек болады. Енді жайлап ұнымызды салып илей бастаймыз. Алдымен жартысын саламыз. Міне қалған ұнымызды саламыз да, ары қарай қолмен илеп жалғастырамыз. Қамыр қатты болмау керек. Қолымызды майлап аламыз. Осылай қолымызды майлап отырып илеп, қамырымыздың июін қандырып илеп аламыз жақсылап. Столдың бетін шамалы майлап жібереміз. Содан қамырымызды осы столдың бетінде осылай илеп июін қандырып жібереміз.
орташа жұмсақтықта сондай үлпілдеген қамыр иленді. Қатты жұмсақ емес, орташа жұмсақтықта. Міне, осылай илеп, енді ыдысына салып, бір 35-40 минутқа салып қоямыз. Қамырымыз 2 есе көтерілді. Енді қамырымызды дастарханға түсіреміз де, илеп жібереміз. Осылай жақсылап домалақтап аламыз да, теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Енді бұл қамырларымызды жақсылап домалақтап аламыз. Қолға жабыспайды да, міне. Қолымды майлаған да жоқпын. Міне, әрқайсысы 208-210 граммнан шықты. Кішкене бір 5-10 минут тұрған керек. Енді дайындап қойған, домалақтап дайындап қойған нандарымызды табанның бетіне саламыз. Олар біршама тағы да тұрып көтеріліп, жұмсарып, бабына келді. Ұлғайды размері, өлшемі. Енді қолымызды осылай майлап аламыз да, әдемілеп ортасын былай ашып қоямыз. Арасын бір-біріне қатты жабыспасын деп, шамалы майлап қойсақ болады. Жабыспай түскен жақсы, табадан шамалы майлап қойсақ болды. Міне, енді сыйымды болады 4-еуі. Менің әрбір осы наным 209-210 граммнан шықты. Оны кішірек әдемі жасауға болады. Осы 2 есе 8 дана етіп жасауға болады. 100 граммнан шығады. Ол бірақ өте ұсақ шығады. Өлшемі, мөлшері сақтау болады. Мен кішкене ірлеу болсын, нан сияқты болсын деп осындай мөлшерде жасадым. Қазір бетіне менде жұмыртқаның сарысы бар, алып қалған, соны жағамын. Міне, жұмыртқаның сарысын сүт қостым азғана. Бетіне жағып жібереміз. Пешімді мен қыздырып қойдым, 220 градусқа. Бір 30-35 минутта пісіп шығатын болады. Кішкене әрине табам тарлау болып тұр. Кеңдеу таба болса, бұл 4-еуі емін-еркін сиятын. Мына нандарымыз, күлше нандарымыз емін-еркін, доп-домалақ болып шығатын еді. Енді оның домалақ еместігіне енді мән бермейміз.
Оның ең маңыздысы бұның дәмінде болады. Қандай осындай ыстық нан пісіріп үй жағдайында шай ішкенге не жетсін. Мак себеміз міне кәдімгі магазиндерде сатылатын мак. Енді осылай аздап көп маса көп себудің қажеті жоқ. Осылай дөңгелетіп себе саламыз. Мак болмаса қара тімен себуге болады. Енді мен арнайы оны алмағаннан кейін үйде мак болғасын осы макты себе салып жатырмын. Міне нанымыз пешке салуға дайын. Мен бұны қазір пешке салам. Міне нанымыз дайын болды. Түрі қандай әдемі. Иісі қандай бұрқырап, тәбетіңді ашып тұр. Міне осылай үй жағдайында осындай рецептпен, дәмді рецептпен, ерекше оңай пісетін рецептпен нан пісіріп отырсаңыздар болады. Қонақ келе жатқанда, өздеріңіз бір ерекше нан жегілеріңіз келгенде осындай нан пісірсеңіздер болады. Енді мен салмағын өте ұсақ етпедім, себебі мына табам кішірек болып қалды. Егер осыны 2 есе кішкентай істейтін болсаңыз, 8 дана кішкентай күлше нан шығады. Оны ұялмай кез келген қонақтың алдына ұсынуға болады. Енді мен қазір кішкене табадан аламын да су тоға қоямын. Қане, сындырып көрейікші. Арасы жақсы көтерілген. Сондай жақсы үзіліп тұр. Кішкене дәмін көрейін. Дәмі керемет. Ыстық кезінде сармай жағып жесе шіркін. Жақсы көтеріліп тұр, көрдіңіз ба? Қандай керемет. Ас болсын.